страховкаға сізде 250 мың теңге ұстады, иә? Оны бір жылға ғана ұстайды. Бір жылға 250 мың теңге ұстады. Договор бір жыл. Алған бойда сізден 10% за услугу ұстап қалады да, 250 мыңнан 25 мың дағанда 225 мың қалады. Осы 225 мың теңгені сіздер кредитті алған күні страховканы қайтарсаңыздар, қолдарыңызға ала аласыздар. Ал егер 14 күннен кешігіп қалсаңыздар, онда тек қана досрочно жапқанда аласыздар. Оның есебі былай болады. Егер сіз 14 күннің ішінде қайтарсаңыз 225 мыңды ала аласыз, ал егер де бір жылға жетпей, мысалға бір жылда 365 күн бар, 221 күні кредитті досрочно жапсаңыз, 250 мыңды 365 күнге бөлеміз, 684 теңгеден бір күнге түседі. 684-ті біз кредит төлеп жүрген 221-ге көбейтеміз, сонда 151.164 теңге шығады. 151.164 теңге біздің пайдаланған күнімізге, және 10% өздерінің услугасына ұстағанда 176.164 теңге бізде пайдаланып кетті. Ал енді сіз 221 күнде жабатын болсаңыз, пайдаланбаған күндеріңізді есептеу үшін басында ұстаған 250 мыңнан азайтамыз пайдаланған күннің страховкасын. Сонда сіз 73.836 теңге страховкадан қайтара аласыз. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болатын болса, онда лайк басып, комментарийді жаза кетіңіз.